Күн мен айдың шығыстан көтеріліп, батыста батқан сияқты көрінетін әуесқой астрономды айтып береді. Сонда күн тұтылуының жолы неліктен батыстан шығысқа қарай жүреді? Жауап айдың жерді айналуымен байланысты. Егер ғарышта жердің солтүстік полюсі үстінде тұрсақ, айдың жерді сағат тіліне қарсы айналатынын байқаймыз. Жер өз білігінен дәл осы бағытта айналады, және жердің күнді айналатын бағыты да осы. Дегенмен, жер өз білігінен небәрі 24 сағатта бір айналады, ал айға жерді айналып шығуға әлде қайда көп уақыт, 27 күндей қажет. Жердің айналуымен салыстырғанда, ай 2 еседен артық жылдам жүргенмен, оның жолы да әлде қайда ұзын. Ай айналымын аяқтағанша, жер әлде қайда тезірек айналып шығатындықтан, ай аспанда шығыстан батысқа қарай қозғалатындай көрінеді. Күн мен жұлдыздар сияқты. Егер жер қозғалмай тұрса, ай батыстан шығып, шығыста батқан сияқты көрінер еді. Бірақ өте баяу. Айға аспанды басып өтуге 14 күн қажет болмақ. Сосын 14 күнге жоғалып кеткен соң қайта шығар еді. Айдың неге шығыстан батысқа жылжыған сияқтанатын қарапайым мысалмен көрсетейік. Егер пойызбен дәл сол бағытта жүріп бара жатқан адамдардың қасынан өтсек, олар бізбен салыстырғанда артқа қозғалып бара жатқандай көрінеді. Бірақ олар бізбен бір бағытта жылжуда. Күн тұтылуын күн, ай және жердің сап түзеуі нәтижесінде ай көлеңкесінің жерге түсуі туғызады. Тұтылу туғызу үшін ай керекті нүктеге дәл орналасуы қажет. Бірақ ай тез қозғалады. Ол сағатына 3600 км жылдамдықпен жүреді. Жердің ені 12000 километрдей. Ай бұл қашықтықты шамамен 3 сағатта басып өтеді. Жер бар болғаны 1600 км сағат жылдамдықпен айналатындықтан, ол біраз қашықтыққа айналып үлгергенше, ай көлеңкесі жер бетімен тез өте шығады. Басқаша айтқанда, айдың өзі аспанның кішкене ғана бөлігін кесіп өткенде, оның көлеңкесі батыстан шығысқа қарай, айдың әрқашан қозғалатын шын бағытымен бүкіл жер бетімен жүріп шығады. I hope this helped you to understand more about the motion of the moon and the path of the eclipse. Goodbye till next time.